Бай болсаң балам тасыма. Я так тебя ждал, ты меня опять обманул. Я ищу тебя там, где фонтан. Уже там с тобой договорились. Не өкіттесін қаяқ өз. Ақтан шықтым мен. Яқта үйлер бар екен. Басым ауырып жаман қатты. Қалай шам? Нәшітті қазен. Қолым ауырды. Шамал қойды. Мүлдем ауырған жоқ. Нәшіттен шығайын. Шеттеп тастайын батпақтады. Тек мына үйлер әдемі екен. Мына бұтылғылар не қылып жатыр ма? Бұзып ала салайын шамалысын ғана. Керек болар. Баяғыда едім осындай бұтылғымен дамбын. Ода енді мені böyle сатып кетті, осындай лақтырып кетті. Лақтырып кеттен шамал жіне қойын, әлде бұяқта ондай бұтыл қабылдайтын шет жоқ екен. Жоқшы, бұлды алмақ қойып, осымен жүре берейін. Барлық болса да керек болады. Тек бұндай машина жоқ, келатқан ешқандай жоқ. Анау бөлге еді, оған шейін өтіп кетемін. Ешкім жоқ басқа. Тек мына суылға әдемі екен, өте әдемі екен. Тек мына жолға шығалайын. Тек мыналар әдемі екен, өте әдемі екен. Өткен әдемі. Ақшаны сөйлетті нәшітте. Оқты нәшітте. Саламатсыз ба? Сіз бұтылға қабылдайсыз ба? Дейді жақсы болды бұтылға. Мынау қанша теңгені бұтылға? 50 теңге біреу. Тәк 13-ті 50-ге көбейтсем 650 теңге. 650 теңге. Сондықтан мінекеңіз бұтылғаңыз. Тәк. Тоқтаңыз достар уақытым. Оппа, мінекеңіз бұтылғаңыз. Ал жақсы саулыңыз. Айтпақшы достар, есіңізге айтайын. Осы мынау 10 теңге деп тұрған ол суреті. Соны мен 100 теңге алам, ал 5 теңге деп тұрған 50 теңге айтатын болам. Сондықтан енді үйренсерінде наяқта ат сатады екен, еумай шығып кете салайық. Ат сатады наяқта. Тамақ сататын жет қақта мен дейтін қарнымға атташып отыр. Наяқ не кітап сататын жет. Жоқ, кітап қабылдайтын жет екен, наяқ кітап қабылдайтын. Яғни осындай жұмыс бар болған ғой. Жақсы болды. Наяқта не? Ақшалар тұр. Және киім. Киім сататын жет өдім. Киім сататын жер екен. Айтпақшына сатушыдың сөзді тамақ жейтін жет қақта. Анаяқта ма? Жақсы болды. Көшені ары өтінде дейді шықты. Сондықтан енді біз көшені ары өтіне өтетін боламыз қазір. Пойыздан адамдар түсіп отыр. Тек көшені ары өті, міне осы жақта. Тек мынау не екен? Кафе дейді. Осы сияқтан тамақтан олар кафеден. Тек. Саламатсыз ба? Даши қанша теңге? 50 теңге. Алмада 50 теңге ме? Қойдың еті 150 теңге. Алма суақ башы, ол 100 теңге дейді. Жақсы енше маған бір 2 қойдың етін беріңізші, 300 теңге қоя. 300 теңгеге 2 қойдың етін алам. Және бір дашира алам. Болды. Жақсы, мен отырып жеп алайын. Тек қойдың етін жейміз. Сосын дашира жейміз. Қаным тойды. Тәген шыға берсін болады кафеден. Тек есік жауайық. Есік жаптық. Енді қаланы шамалы кішкене болсын аралап қайтайық. Тек машиналарды бір қоймайтын жетке қойып кететкен. Тек нәшет не екен? Банк дейді, банкты көрейік. Тек. Саламатсыз ба? Сіз банктен ақша бересіз ба? Кредитке. Бересіз ба? Осында оқты жақында мен келіп алып кететін болам кредитке. Жақсы дайындап қоясыз деген ойдамын. Тек енді қаланы шамал болсын аралап қайтайық. Не қызық бар қалада, не қызық жоқ. Тек көше. Осында шетіне өтейік. Бұтылғылар. Жаңағы шетке бар бұтылғы өткіземіз. Ешнәрсе алмайды, ала берейін бүкіл. Айтпақшы сатушы да осында 50 теңге деген көп бұтылғында. Сондықтан ала салайын, ешнәрсе алмас. Яқта бұтылғы көп екен.
Так. Нани. Ох, білмеймін не екенін. Мына жақта көк бутылка көп екен. Иә, көк бутылка көп екен. Так. Болма бутылкалар бітті ма? Жоқ, мына тағы бір көк бутылка тұр. Және аламыз. Тағы жүреміз. Мына жақта демалатын шет екен. Иә. Керемет, ертең тағы да мен байып алайын алдыңғы жолғыдай. Сол кезде тағы келіп демалатын боламын. Алдыңғы жолы мен көп байыдым, тек достарым сатып берді. Бұл ешкімге сенбей екенсің. Нәрсе атта өтіп кете салайын. Оппа. Атта өттік. Және құрылыс әлі аяқталмапты. Ішіне кіріп көрейік. Мынау құрылыстың қалай аяқталмай жүргенін білемін мен. Мына жұмысшылардың жатып болады, ішет, содан кейін аяқталмай қояды. Соны бастықтар қарап жүргенде осы құрылыс бір күнде бітіп қалатын еді. Так, мына бутылкаларды да жинап алайын. Оппа. Так, мына сырттағы бір үйін алайын ба, алмайын ба? Алайын. Ойбай, охранник тұр. Ойбай, охрана тұр. Ох, мына шеттерде тұр. Охрана көп екен мына жақта, иә. Қып-қызыл болып тұр ондай. Осы мен кетейін, енді осы бутылкаларды өткізе берейін. Осы бутылкаларды өтетін шығар, енді көретін боламыз. Так, иә, поймен ғой тағы да. Так, мына 12 бутылка дейтін 600 теңге, иә. Иә, 600 теңге. Өйткені 12-ні 50-ге өйтсем 600 теңге болады. Так, мен осында салам бутылкаңызды. Және 13-ті 50-ге өйтсем 650 теңге. Маған 650 теңге бересіз. Оппа, мінекейіңіз. Так, 13 бутылкаңызды осыяқа салдым. Және бүкіл ақшамды қосайын. Және 1550 теңге шықты. Менде бар болған 1550 теңге. Келесі бөлімде біздің өте көптеген заттарды тексеріп көретін боламыз. Ал енді қазір нәбетке өтіп шамалы көрейік. Так, ондай кем әдемі заттар жоқ екен, полицейлер жүр. Және тұрғындар. Және мен нәшітке отырайын, шамалы демалып алайын. Так, ал ендеше достар, сендердің бірге болған мен Нани, және помощь Боря. Ал ендеше тезірек келесі бөлім күтсеңдер, лайк, подпискамен қолдандар. Ал ендеше достар, сендерге сенем, лайктан басында.